Так, ұбт-ға дайындалған кезде нұсқаны қалай дұрыс талдаймыз? Парашаға тіркел, мен саған қазір нұсқаны қалай дұрыс талдау керек екенін айтып түсіндіретін боламын. Бәлкім сен әшейін өтірік талдап кетіп жатқан шығарсың. А деп, одан кейін келесінде көшіп оны Б деп. Жоқ, нұсқа деген олай талданбайды. Қазір саған ең эффективный способты көрсетем. Осы способпен сен тек қана тәсілмен нұсқаны талдайтын болсын, сен нұсқаның өзімен-ақ 20 балл смело қосып аласың. Парашаға тіркел, біз бастаймыз. Жалпы көп оқушылардың жіберетін қателігі, олар жай ғана дұрыс жауабын белгілейді да келесі сұраққа көшеді. Ал негізі ол дұрыс емес. Нұсқаны талдаған кезде тек қана дұрыс жауабын табумен қатар астындағы дұрыс емес варианттарды да талдауларыңыз қажет. Ол қай тақырыптан келді, ол варианттың жауабы қай тақырыпта бар, жалпы бұл нұсқа қай тақырып бойынша құрастырылды, астындағы дұрыс емес жауаптар қай вариант бойынша құрастырылды, соның барлығын талдайтын болсаңыздар, сіздер бір оқпен 5 қоян атасыздар. Яғни сіздер бір нұсқаның бір сұрағын талдау арқылы сіз 5 тақырыпты меңгергенмен тең боласыздар. Получается бір нұсқада бір 40 сұрақ болса, ол 40 сұрақта 5 варианттан болса, сіздер дәл солай тек қана дұрыс жауабын ғана таппай, сонымен қатар дұрыс емес жауаптарын да зерттеп, ол қай тақырыптан келді, сол тақырыптарды оқитын болсаңыздар, сіздер почти бір нұсқаны талдау арқылы почти ұбт спецификациясындағы 60% тақырыпты меңгеріп аласыздар, ойлаңыздар. Сіздер күнде сөйтіп нұсқа талдайтын болсаңыздар, сіздер ұбт спецификациясында барлық тақырыпты оқып тастайсыздар. Еще нұсқаны да дұрыс талдап үйренесіздер. Сондықтан достар, тек қана дұрыс жауапты ғана тауып өте бермеңдер. Нұсқаны ішіндегі бүткіл дұрыс емес варианты болсын, дұрыс вариант болсын, бәрін қосып талдауларын қажетсіңдер. Дұрыс емес жауаптарын қараңдар, қай тақырыптан келді, оқыңдар ол тақырыпты. Вот нұсқа деген сол үшін керек. Ал енді арнайы дайындығын бастай алмай жүрген достарыма мен сіздерге 10 000 теңгелік курсымды сыйлаймын. Оның ішінде не кіреді? Оның ішінде видео сабақ бар, кураторлық қадағалау бар. Өзіміздің платформамыз бар, 365 онлайн деген курстың платформасы. 365 онлайн деп аталады курсымыздың аты. Платформамыз бар, видео сабағымыз бар. Бізде кредит, рассрочка деген жоқ. Ай сайын 10 000 теңге төлеп дайындала аласыздар. Как раз қазір наурыз ағымына біз тіркелу аштық. 11 сыныптарды қабылдаймыз. 10 сынып болсаңыз сіздерді қабылдаймыз. Оқытамыз, тоқтамыз. Почти барлық пән бар. Толықтай информация алғыңыз келсе, қалай оқытатынымызды ерекше методикамен оқытамыз, күшті методикамен. Рахат, керемет енді бар ғой. Жазбайсың, чисто оқисың, жаттайсың, кайфовать етіп. Еще жоспар құрып береміз біз. Жоспар құра алмасаң, жоспар құрып береміз. Толық ақпарат алған кезде жекеге плюс қалдыр просто. И осы парақшаға тіркелуді ұмытпа.